Сәлеметсіңдер ме балалар? Бүгінгі біздің тақырып сағат неше? Который час? Перед тем, как начать урок, подпишись на канал. Жаңа сөздер, новые слова, напиши в словарь и выучим. Тетік, механизм, шаршау, устать, усталость. Бірінші тапсырма, балалар бүгін не нәрсеге таңғалуы мүмкін? Сурет бойынша әңгімелеп бер. Предположи, чему могут удивиться ребята? Суретке қараймыз. Менің сағатым неге істемей қалған? Почему у меня не работают часы? Сағат 6-дан 20 минут кетті. Не істеді? Тетікті басты ма? Я могу предположить так. Олардың сиқырлы таяқшасы бар. Және сол таяқшамен олар сағатты жөндей алады, сиқыр жасай алады. Я думаю, что у них есть волшебная палочка, и они творят волшебство. Екінші тапсырма, әңгімені түсініп оқы, прочитай текст. Балалар бүгін сауда үйлерін аралады. Ребята сегодня были в торговом центре. Сауда орындарында сатушылар жоқ. Сатушының орнына робот қызмет көрсетеді. Қажет тауарды алып, кассаға барасың, тауарды әйнек үстелге қоясың. Төлейтін соманы сізге хабарлайды, робот машине ақшаны қателеспей санайды. Здесь у них в торговых центрах нету продавца. Вместо них работают роботы. Нужный товар вы берете, идете в кассу, и есть стеклянный стол. Надо положить вашу вещь в стеклянный стол, и тогда вам скажут, сколько вы должны оплатить. И робот-машина не допустит ошибки. Бұлар мұны қызықтап жүргенде қатты шаршады. Бұл жерде ұзақ болдық қой, мен қатты шаршадым, деді Тілеухан. Мен де шаршадым, деді Азамат. Сағат неше болды, деді Санжар бір кезде. Менің сағатым істемей қалды, деді Талғат ағай. Соңғат келе жатыр, уақытты содан сұрайық. Дети очень устали, и Тлеухан говорит: мы здесь долго пробыли. Я очень устал. Я устал, сказал Азамат. Который час? Спросил Санжар. Талғат ағай отвечает, что у него не работают часы. И в это время к ним шел Сұңғат. Сұңғат балаларды тағы таң қалдырды. Ауаға қолын сермеп қалып, сәулелі экраннан уақытты балаларға көрсетті. Сағат 18:20 болыпты. Яғни 6-дан 20 минут кетіпті. Сұңғат еще раз удивил ребят. Он по воздуху встряхнул палку, и на воздухе, на экране появились часы. Время 18:20, 20 минут 7. Керемет, ауада тетікті қалай басады, деді Санжар. Санжар очень удивился, и он спросил, как можно нажать на кнопку в воздухе. Үшінші тапсырма, сөйлемдерді оқы, дұрыс-бұрыс пікірлерді тап, жауапты стикермен белгіле. Надо найти правильное и неправильное предложение. Бірінші, балалар қатты шаршады. Иә. Балалар сағатты білгілері келді. Иә. Сұңғаттың сағаты кешкі 9-ды көрсетті. Жоқ. Есте сақта, запомни. Қалды, дәл, тура, кетті. Когда у нас ровно 00, мы говорим тура. Представим часы, как на картинке. Если после 12 у нас минута, минутная стрелка передвигается, да, после 12 до 6 мы говорим кетті. Имеется в виду до половины. А после половины и до 12 уже с левой стороны минутная стрелка, мы говорим қалды. Например, если время показывает 12:00, мы на казахском говорим тура 12. Если время показывает 12:20, это у нас 20 минут первого, мы говорим 12-ден 20 минут кетті.
Если время показывает 12:30, это пол первого, мы на казахском говорим он екі жарым. Дальше после 30 мы говорим қалды. Например, время показывает 12:45. Без 15 час. Қазақша бірге 15 минут қалды. Обратите внимание на таблицу. Когда мы задаем вопрос нешеде, мы добавляем окончание да, де, та, те. Мысалы, бірде, екіде, үште. А когда мы хотим узнать, который час, то добавляем к часам, добавляем данден, тантен, наннен. А к минутам добавляем слово кетті. Келесі тапсырма сағат неше болғанын айт. Скажи, который час. Сағаттың суретін салып, уақытты белгілеп жаз. Бірінші суретте сағат 3-тен 10 минут кетті. Екінші суретте тура сағат 2. Үшінші суретте 1 жарым. Четвертое задание. Попробуй сделать сам. На этом мы закончили урок. Ребята, если у вас есть какие-то вопросы насчет времени, вы напишите мне в комментариях. Спасибо за внимание. Подпишитесь на канал. Осымен біздің сабағымыз аяқталды. Келесі сабақта кездескенше сау бол.